Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 2-ші тоқсандың жиынтық бағалауы. Бөлім: достық пен татулық, таптырмас бақыт. Оқу мақсаты: тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. Бағалау критерийі: мәтіндегі ақпараттарды сәйкестендіреді, сұрақтарға мәтін мазмұны бойынша нақты жауап береді. Өз ұстанымына қатысты дәлелдер ұсынып, сұрақтарға жауап береді. Орындау уақыты 15-20 минут. Тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, төмендегі тапсырманы орындаңыз. Бір тойым болатыны сөзсіз менің. Дәл қай күні екенін айта алмаймын. Мен әйтеуір бар жиған тергенімді бір тамаша той қылып өткеремін. Біздің үйді сол күні бетке алқауым, нысанаға ап қуаныш тоқталмауын. Мен бұл тойдан тілеймін жылап тұрып, қазынамда бір асым ет қалмауын. Құрметті оқушылар, осы берілген өлең бойынша сіздер тапсырма орындайсыздар. Бірінші тапсырма: мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Ақын тойына кімді шақырды? Халықты, қауымды шақырды. Өлеңде ақынның қандай тілегі көрінеді? Тамаша той өткізуді қалайды. Автор бойындағы қасиеттерді жазыңыз. Ашық, жарқын, қолы ашық. Екінші тапсырма: досы көпті жау алмайды деген пікірмен келісесіз бе? Әлде келіспейсіз бе? Өз ойыңызды дәлелдеу үшін бірнеше аргумент ұсыныңыз. Алдарыңызда жауабы берілген, жақсылап тыңдап жазып алыңыздар. Достық адам баласының қоғамда өмір сүру барысында рухани тірек болатын, көзқарастары мен мүдделері ортақ тұлғалардың бір-біріне деген адалдығы мен сыйластығын білдіретін қасиетті ұғым. Қазақ халқы достықты ерекше бағалаған. Соның ішінде жақсы дос туралы: досы көпті жау алмайды, адам достарымен мықты, ағаш тамырымен мықты деп дәріптесе, жаман достар туралы: ақылсыз достан ақылды дұшпан артық деп жаманмен дос болудан сақтандырған. Достық ұлы сезім, өйткені дос деген барлық адамға керек. Досы көпті жау алмайды деп бекерге айтпаған ғой. Адам қиналса да, қуанса да жанына әрқашан дос іздейді. Досы жоқ адам қанаты жоқ құспен тең. Өзі алты әріптен тұрса да, мағынасы тереңде жатқан сөз. Жай айтып қоятындай мәнсіз сөз қатарына жатпайды. Доссыз өмір тұзсыз ас демекші. Досың жоқ болса, өз пікіріңді кіммен талдайсың? Кім саған ақыл кеңес айтады? Тұзы жоқ тағам жеуге келмейтіні секілді, өмірдің сәні де, мәні де болмайды. Достықты бағалай білген адам дос болудың жолын біледі. Адам түгілі жануар да дос болуды қалайды. 7 қазынаның бірі ит те адамның досы емес пе? Уақытша дос болатын қазіргі заманға сай достарда табылады. Қалтаға, мансапқа қарай адамды алдай білетін достарда болады. Тек ондай достарды уақытында ажырата білуің тиіс. Міне, құрметті оқушылар, досы көпті жау алмайды деген пікірмен осындай аргументтер келтіріп жазуларыңызға болады. Зейіндеріңіз ашылсын. Сіздерге сәттілік.